Сәлеметсіздер ме, алтыншы сынып оқушылары. Бұл сабақта біз сіздермен English Class 6 Students Book Unit 1 Meeting People тақырыбындағы жаттығуларын жасалу жолымен және де жауаптармен таныс боламыз. Page 14 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастайық. Meeting people, яғни адамдармен кездесу деп аталады сабағымыз. Exercise 1. Look at the photo. What hobby do you think the boy is interested in? Why? Мына суретке қара және де суреттегі баланың қызығушылығы қандай? Және де не үшін деген сұраққа жауап беру керек екен. Exercise 1. Сіздер ауызша, in my opinion, ойымша, the boy is interested in swimming or surfing. Бұл бала жүзу немесе серфингпен қызығады, себебі because we can see a picture on his t-shirt. Yes? Себебі біз оның футболкасынан сурет көре аламыз. Next, exercise 2. Listen to the dialogue. Диалогты тыңда. Check your answers in exercise 1. Диалогты тыңдай отырып, бірінші жаттығудағы жаңағы сұрақ жауабыңды өзіңді тексер дейді. Біз тыңдамаймыз, берілген диалогты оқып аударайық, окей? This dialogue between Jake, Laura and Tina. Бұл диалог Jake, Laura және Тинаның ортасында. Hi Laura, how are things? Сәлем Лаура, жағдайың қалай? Not bad, how are you Jake? This is Tina, she is in my class this year. She is from the USA. Жаман емес, ал сенің жағдайың қалай Jake? Бұл Тина, ол менің сыныптасым, ол жаңағы осы жылы біздің сыныпқа келді, ол Америка құрама штаттарынан дейді. Jake, hello Tina, good to meet you. Сәлем Тина, сенімен танысқаныма қуаныштымын. And you, мен де, hey, that's a cool t-shirt. Қандай керемет футболка. Are you into surfing? Сен серфингке қызығасың ба? Jake, yes, but I'm not very good. Я, бірақ серфингтер әлі жақсы емеспін дейді. What part of the USA are you from? Сен Америка құрама штаттарының қай бөлігіненсің? I'm from Florida. Мен Флоридаданмын. That's cool. Қандай керемет. See you later then. Кездескенше. Yes. See you later. Кездескенше дейді. Осымен біз бірінші жаттығудағы диалогқа қарай отырып, қалай жауабымыз дұрыс па? Jake is into surfing. Yes. Jake серфингке қызығады екен. Next, exercise 3. Listen and repeat the key phrases. What are the responses to the key phrases in the dialogue? Practice the dialogue. Төмендегі фразаларды қара және де диалог бойынша осы фразаларға қалай жауап берген. Соны тауып, диалогты бір-біріңізбен ауызша айтып үйреніңіздер дейді. Exercise 3. How are things? Яғни жағдайың қалай деген сұрақ. Біз how are you деп үйретуші қой сіздерге. Енді оның орнына how are things деп айтуға болады. Not bad, жаман емес. This is Tina, бұл Tina деп. Tina деген сөздің орнына, яғни кез келген досыңыздың атын қойып таныстыра бересіздер. Hello, good to meet you, танысқаныма қуаныштымын. And you, мен де. Are you into surfing? Сен серфингке қызығасың ба? Yes, but I'm not very good. Бірақ мен әлі жақсы емеспін. What part of the USA are you from? Сен Америка құрама штаттарының қай бөлігіненсің? I'm from Florida. See you later then. Кездескенше. Yes, see you later. Кездескенше деп жауап беруге болады. Next, these, that, these, those сөздермен байланысты берілген грамматикалық тапсырма. Exercise 4. Translate the sentences in the table. What's the difference between these, that, and these, those? Төмендегі берілген таблицаға қарай отырып, берілген сөйлемдерді оқып аударып, these, that және де these, those сөздерінің айырмашылығын табыңыз дейді. Және де ереже құрастыруымыз қажет. Singular деген жекеше, plural деген көпше. This is my friend, бұл менің досым. These are my friends. Мынау менің досым, мыналар менің достарым. That's a good photo. Анау жақсы сурет. Those are good photos. Аналар жақсы суреттер. Осымен қандай ереже құрастыруға болады? This and that are singular, yes?
This және де that сөздерін біз жекеше түрде қолданамыз. These those are plural. These және де those сөздері көпше түрде қолданылады. This and these are used when the object or objects are close to the speaker. Яғни сөйлеушіге белгілі бір зат немесе заттар жақын жерде тұрған кезде this немесе these сөздерін қолданамыз. That and those are used when the object or objects are in a distance away, yes? Егер де сөйлеушіге берілген зат немесе заттар алыс арақашықта тұратын болса, зат немесе those сөздері қолданылады. Сіздер мен айтқан сөйлемнен-ақ түсініп аласыздар. Мынау менің досым деп жақын жерде тұрған бір досты көрсетіп тұр. Мыналар менің достарым деп жақын жерде тұрған көп досын көрсетіп тұр. Ал енді that's a good photo. Анау жақсы сурет деп алыста тұрған бір суретті көрсетіп тұр. Those are good photos деп аналар жақсы суреттер деп алыста тұрған бірнеше суретті көрсетеді. Now, exercise 5, look at the picture, суретке қара, and complete the dialogue with these, that, these, those. Яғни жаңағы these, that, these, those сөздермен берілген диалогты толықтыр дейді. Одан кейін тыңдалымды тыңдап, диалогты жұп болып оқып үйреніңіздер дейді. Exercise 5. That's a cool t-shirt. Анау жақсы футболка дейді. Yes. Yeah, this is my Arsenal shirt. Ол менің командамның футболкасы. What's that? Ал мынау не? Ал анау не? Бұл менің сыныбымның суреті. Hey, are those my CDs? Аналар менің CD дискілерім ба? No, these are my Coldplay CD. Бұл менің Coldplay'дің дискілері. That's your CD on the table. Анау тұрған сенің CD-ң столдағы дейді. Next, 6, work in groups of 3, яғни 3 жұп болып жұмыс жасаңыздар дейді. Екінші жаттығудағыдай төмендегі берілген сөздермен диалог құрастыруларыңыз қажет. Мен сіздерге мысалға бір диалог құрастырдым. Бұл диалог Али, Олжан және де Верониканың ортасында деп құрастырдым. Сіздер есімдеріңізді қойсаңыздар болады, өз есімдеріңізді. Hi Олжан, how are things? Сәлем Олжан, жағдайың қалай? Not bad. How are you, Ali? This is Veronica, she is my friend. She is from Russia. Жаман емес, өзің жағдайың қалай, Али? Бұл Вероника, ол менің досым, ол Ресейден. Hello Veronica, good to meet you. Сәлем Вероника, сенімен кездескеніме қуаныштымын. And you, hey, that's a cool guitar. Иә, менде қандай керемет гитара. Are you into music? Сен музыканы жақсы көресің бе? Yes, I really like music. Иә, маған шынымен де музыка ұнайды. What part of Russia are you from? Сен Ресейдің қай бөлігіненсің? I am from Petersburg. Яғни мен Петербургтенмін. That's cool. Қандай керемет. See you later then. Кейін кездескенше. Yes, see you later. Кездескенше дейді. Осымен біз 14-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.